Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі бізде Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихы бойынша бірнеше сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ол бізде тест түрінде болады және әр мемлекеттердің тулары көрсетіледі. Ол жерде қай мемлекеттің туы екендігін анықтау керек. Одан кейінгі мәселеде бізде тұлғалардың портреттері көрсетіледі, яғни ол жерде тұлғалардың кім екенін анықтау болады. Одан кейін бұл контентке негізгі ойынға біз ақыл тиын деген атау берген болатынбыз. Менің оң қолымда тұрған тиын бұл Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы, бәріміз білеміз. Осының негізгі орел решка ретінде кімнің бұл ойынды бастайтынын анықтайтын боламыз. Оң жағында тұрған оқушы бізде 9 сынып оқушылары, яғни оң жағында Бейсенбай Нұрали, сол жағындағы Рахметжан Қажымұрат. Енді көп созбай ойынды бастайтын боламыз. Енді бұл жерде орел решка, яғни оқушылардың нені таңдайтынын алдын ала біліп алайық. Нені таңдаймыз? Орел решка. Енді тиынды айналдырайық. Бізде решка шықты. Енді решка бойынша бізде жаңағы бастапқы кезде айтқан тест бар және портрет немесе ту бар. Осыны оқушылар өздері арасында бір-бірімен алмасады. Қайырлы достар, мен өз кезегімді бастасам, мен тулар таңдаймын. Міне, маған осы елдердің ішінен 7 елді атасаң. Англия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Чехия, Хорватия және де Болгария. Дұрыс, рахмет. Мен қайырлы күн баршаңызға. Мен өз кезегімде сұрақтарды таңдайтын боламын. Алғашқы сұрақ: Атиланың шамамен өмір сүрген жылдары. Мен ойымша Атила шамамен 453 жылдар өмір сүрді. Жақсы жауап, дұрыс. Түрік қағанаты қай жылы екіге бөлінді, қай ғасырда? Түрік қағанаты 7 ғасырдың басында екіге бөлінген болады. Дұрыс. Ерте орта ғасырларда Қазақстанның оңтүстігі мен жетісу өңірінде халықаралық сауданың дамуына ықпал етті. Бұл әрине Олга жібек жолы. Түріктердің жазба әдебиеті дүниеге келген уақыты? 7 ғасыр. Дұрыс. 1368-1369 жылдар арасында ұрысқан өз атынан теңге соқтырған қала? Бұл Сығанақ қаласы болды. Дұрыс. Орталық, солтүстік, оңтүстік Қазақстан Қыпшақ тайпалар одағы мен оңтүстік шығыс Қазақстан үйсіндер одағының бірігу нәтижесінде құрылған халық? Бұл біздің қазақ халқы болған болады. Дұрыс. Осымен сұрақтар аяқталды. Ал әрі қарай қалып кеткен араб елдеріне тоқталсақ. Бұл елдердің арасына мен Сауд Арабиясын, Қатар, Израиль, Әзербайжан, тағы да Египет, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия қалалар елдерін танимын. Ассалаумағалейкум барша халық. Мен 9 сынып оқушысы Мұхамедияр Шыңғыс. Мен өз досым Қажымұратқа осы ұлы тұлғалардың аттарын жасырамын. Бірінші ұлы тұлғаның аты кім? Бұл тұлғаның есімі Мұстафа Шоқай. Дұрыс. Ал осы екі ұлы тұлғаның аты кім? Бұл бізде Ілияс Жансүгіров, ал бұл Міржақып Дулатұлы. Дұрыс. Осы ұлы тұлғаның аттары? Бұл біздің ұлы жазушыларымыз Алихан Бөкейхан және де Ахмет Байтұрсынұлы. Және біздің ең соңғы ұлы тұлғамыз Мағжан Жұмабаев. Ол бүкіл тұлға дұрыс жауап берді. Ал қазір біз енді осы тулар арқылы біздің досымыздың қандай туларды білетінін анықтаймыз. Қазақстан, Қырғызстан, Жапония, оңтүстік және солтүстік Корея, Өзбекстан, Бангладеш, Индия, Қытай, Вьетнам және тағы да басқа елдер. Келесі кезекте осы туларды атайды.
Мұнда Италия, Украина, Швейцария, Дания, Испания, Хорватия, Нидерланды, Болгария, Бельгия, Беларусь, солтүстік Македония, Ресей. Ал осымен біздің бүгінгі видеомыз соңына жетті. Келесі кезекте не түсіретінімізді комментарийларға жазып кетіңіздер.